Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Қалдарың қалай? Саламатсыз апай. Саламатсыз ба? Жақсы, шүкір. Мен естіліп тұрмын ғой. Иә. Жақсы естіліп тұрсыз. Презентация естіліп тұр ма? Көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Жақсы, ендеше бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы 20 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясы. Тұманбай Молдағалиевтің, Жұмекен Нәжімеденовтің, Фариза Оңғарсынованың, Мұхтар Шахановтың шығармашылығына тоқталамыз. Бұл ақындар сіздерге ұнайды ма? Кім ұнайды. Фаризаны кім оқиды көбінесе? Оқитындар бар ма? Көбінесе Фаризаны оқимыз, өйткені әйел адам болғаннан кейін шамалы жақын тартып, өлеңдері де өзіміздің жанымызға жақын болып. Ол кісінің өлеңдерінің негізгі тақырыбы да әйел тақырыбын көтергендіктен сол жақын шығар өзімізге. Жақсы, рахмет. Сол кісілердің құқықтарын жоғары қойып тұрады ғой. Ал Мұхтар Шаханов ше, ол да махаббат тақырыбын ерекше жырлаған. Оқисыздар ма Мұхтар Шахановты? Иә, оқығанбыз. Тарихи тұлғалар жайында жазады, иә? Махаббат тақырыбында ғашықтық ғаламаты. Иә, оқыңыз. Иә, Мұхтар Шахановтың несі бар ғой, мұғалім тағыдандай. Дінмұхаммед Қонаевтың махаббаты жайында жазған. Мен соны оқыған тұғым, сол кісінің әйел екеуінің махаббаты туралы айтқан. Тана көз поэмасын оқыңыздар. Міндетті түрде рухани ләззат аласыздар. Шындығында махаббаттың асқақ сезім екені, достықтың қандай сезім екенін көруге болады. Ал құрметті студенттер, экранға назар аударсаңыздар, сіздердің қаншалықты байқампаз екендеріңізді білгім келіп тұр. Сондықтан бір сергіту тапсырмасын орындасақ. Атайымыз кім? Жылдам. Мұхтар Шаханов. Кім? Тұманбай Молдағалиев. Тамаша. Сағи Жиенбаев. Кім? Сағи Жиенбаев. Фариза Оңғарсынова. Тамаша. Кім? Фариза Оңғарсынова. Қадыр Мырзалы. Қадыр Мырзалы. Кім? Айтқожина. Қадыр Мырзалиев па? Енді шатаспай атаймыз. Мұхтар Шаханов. Дауысты алып тастасыншы, біреу үйдің звуы шығып тұр. Кім? Тұманбай Молдағалиев. Кім? Сағи Жиенбаев. Кім? Қадыр Мырзалы. Кім? Фариза Оңғарсынова. Кім? Жақсы, рахмет. Сонымен қиынға соғам екен, көргенді атау мен жазылғанды атау? Шамалы көзім жүгіріп. Жақсы, ендеше бүгінгі сабағымызда біз сол өлеңдерді жазған ақындардың әдебиетке алып келген жаңалықтарына тоқталамыз. Қандай форма, түр жағынан 20 ғасырдың екінші жартысында ақындық өнер және көркемдік қабылдау табиғатына тоқталу, ақындар шығармашылығындағы авторлық ұстаным мен ұлттық болмыс қандай деңгейде болды, лирикадағы сыр мен сезім, тілдік стильдік құбылыстарды ашып көрсетемін. Мақсаты 20 ғасырдың екінші жартысындағы поэзия өкілдерінің шығармашылығына тоқталу, поэтикалық форма, поэзиядағы образ бейнелеу құралының ерекшелігіне талдау, поэзиядағы жаңалықтарды зерделейміз. Жақсы, міндетті түрде сіздер студент болғаннан кейін, жоғарғы оқу орнында оқып жатқаннан кейін, келешекте қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып, мектепте тізгінді алатын болғандықтан, міндетті түрде ғылыми еңбектер қандай соны білу керексіздер. Скрин жасап алыңыздар. Бақыт Кәрібаеваның қазіргі қазақ лирикасының поэтикасын оқыңыздар. Бақыт Кәрібаева қара өлең мен лирика, қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналарын қараңыздар. Серік Қирабаевтың еңбектерін, міндетті түрде Зәки Ахметовтың өлең сөздің теориясы. Скриндап алыңыздар, Жұмғали Нұрғалидың еңбектерін қараңыздар. Әрі қарай тағыда мынандай бір сілтемелерді де көрсетіп қойдым. Қазір дәріс барысында осы еңбектер төңірегінде мен ой өрбітетін боламын. Осы еңбектерде берілген ақпараттарды ең маңыздысы деген қажеті дегендерді мен жинақтап қойдым. Сіздердің чаттарыңызға да салып қоямын, жіберемін. Бүгінгі сабағымыз, лекциямыз балалар 6 сатыдан тұрады.
Блум таксономиясына негізделеді. Бұны да сіздер білу керексіздер. Бұндай таксономияның бар екенін білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау. Яғни төменнен жоғары қарай сабағымыз өрбейтін болады. Енді байқампаз студенттер байқайтын болар. Тапсырма барысы қалай жүзеге асатынын лекция соңында сұрақ қоюларыңызға болады. Осы әдістеме бойынша, егер де қызық болса әрине. Білу сатысына келіп жеттік. Сонымен біз тоқталатын тақырып 20 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясы. Әрине бұл жерде кеңестік жүйе жайлы айтпау кету мүмкін емес. Себебі кеңестік жүйе фольклордың ауыз әдебиетінің дәстүрі жалғасын таппай дағдарысқа ұшырады. Кеңестік жүйе келгеннен кейін. Қазан төңкерісінен кейін революцияны жақтау немесе қарсы болу деген екі тараптың бірін таңдау керек болды. Самал, әрі қарай қандай өзгеріс болды екен кеңестік жүйеде? Оқисыз ба? Заман мен қоғам ағымына байланысты жалаң үгіт насихаттық поэзияға жол берілді де, адам жанының лирикалары уақытпен үндеспеді. Яғни біз кеңестік жүйенің айтқанын жазу керек болдық та, ал сезім оған көңіл бөлінбеді. Әрі қарай, Айсұлу? Жеке басқа табынушылыққа байланысты басқа елдермен қатар қазақ лирикасы өзінің табиғи дамуына жол аша алмады. Мінеки, осы 60-шы жылдарға дейін осындай мәселелер орын алды. Яғни 4 түрлі себеп салдары бар. Әлеуметтік жағдайдың салдарынан 30-шы жылдардан 60-шы жылдар аралығы қазақ поэзиясының дамуына қолайсыз болды. Бұл 60-шы жылдарға дейін. Яғни біздің талқылайтын тақырыпқа дейін болған әдебиеттегі құбылыс, арна, бағыт осындай болды. Сонымен Мұхтар Әуезов не дейді? Жыл келгендей жаңалық сездіре келген Тұманбай Молдағалиев, Сағи Жиенбаев, Зейнолла Шүкіров, Қайрат Жұмағалиев, Сабырхан Асанов, Өтеген Күмісбаев, Сәкен Иманасов, Марфуға Айтқожина, Фариза Оңғарсынова, Мұхтар Шаханов және тағы да басқа ақындар әдебиет есігін өзіндік үнімен, өзіне лайық даусымен батыл еніп еркін ашты дейді. Яғни бұл Мұхтар Әуезовтың осы кезеңге берген бағасы болып табылады. Ендеше түсіну сатысына да келіп жеттік. Не нәрсені түсінуіміз керек? Біз бүгінгі дәрісте олар қандай жаңалыға келді? Біз соны түсінуіміз керек. Ендеше жаңа есімдер пайда болды. Рухани әлеуметтік қоғамға сай шындық пайда болды. Поэтикалық форма, поэзиялық образ, авторлық ұстаным және жаңа бейнелеу құралдары пайда болды. Бұл 60-шы жылдардың жаңа. Ал ерекшелік неде? Тоқталып өтейік. 60-70-ші жылдардағы 2-10 жылдықта Қазақстанда 300-ден астам поэзия кітабы жарық көрді. Жаңалық па, ерекшелік пе? Жақсы. Аида, келесі. Рухани және әлеуметтік өміріміздің қоғамымыздың кезеңге лайық шындығын ашуда, поэтикалық формалар, түрді мен образды бейнелеу құралдарын барынша терең тамырлы дамытуда қазақ әдебиеті үшін жаңа бір күрделі кезең болды. Ізденістері белең алды. 60-шы жылдарда формалистік өлеңдер етек алды. 60-шы жылдардың жаңа толқыны шынайы өмірдің ақиқатына үңілуге ұмтылған екен. Жарық көрген жинақтар міне мыналар. Скрин жасап алуларыңызға болады. Оны қайталап өтіп атаудың қажеті жоқ деп есептеймін. Мына жерде хронологиялық тұрғыда жасалды. Сонымен анализ сатысына да келіп жеттік. Ал ақындар үніндегі үндестік, яғни бұл сатыда біз талдаймыз. Тұманбай Молдағалиевтан: қызық еді менің ұшқыр қиялым, көкірегімде тасушы еді күйағын. Бұл сезімді жазу үшін достарым, жүрек керек, керегі жоқ сияның. Лирика үшін жүректің оты, жанның тебіренісі керектігін алдын ала сезгенін көреміз. Келесін оқиым, сіздер талдайсыздар. Қадыр Мырзалиевтен: уа далам, кеңдігіңе тамсандым көп, айталман бәрін жазып тау салдым деп. Сен алып пластинка дөңгеленген, инең боп тұрады ылғи ән салғым кеп.
не айтқысы келіп тұр Қадыр Мырзалиев? Қандай жаңалығы бар? Ол өзінің өміріндегі жаңағы ұстанымымен қатар, сондай-ақ өзінің алға қойған мақсат мұратының биік екенін сол нәзік лирика тілімен жеткізген. Тамаша, рахмет. Ал көрейік. Ақын өзінің өмірлік кредосын аңғартумен қатар, оның алға қойған арман мақсатының биіктігін, қарымның кеңдігін нәзік лирика тілімен жеткізді. Аида, Тұманбай Молдағалиев жайлы мінеки осы слайдтан көре аласыздар. Хронологиялық, оның поэзиялық картасы мынау. Скрин жасап алыңыздар. Ал кім танып тұр? Бірінші суретте кім? Кім екен? Несіпбек Айтұлы. Несіпбек Айтұлы. Тұманбай Молдағалиев қазақ жырындағы лирикалық поэманың хас шеберлерінің бірі немесе бірегейі. Саясаттың салқын қабағы жібіп, темір тізгін сәл босаған сәтте жас Тұманбай көптің көкейіндегі көптен күткен арманның нәзік сырын дәл баса білді деп өзінің бағасын берген. Келесі суретке қарайықшы, кімнің портреті? Кім танып тұр? Қирабаев. Адам Саудан 20-шы съезді ғана құтқарды. Тұманбай осы тұста әдебиетке келді де, өзінен бұрынғы ұрпақтың бойына сіңген тежеуге ілікпей, адам ырқына ғана тән еркін ойды, ашық бүкпесіз сөз етті. Жастығын, махаббатын, туған елдің табиғатын, көктемін жырлады дейді. Ал мына кісі кім? Кім екен? Шөміш Байсариев. Ақын не жазса да, қалай жазса да, ең басы өмірді сүйіп жазады. Адамға деген ізгілікті махаббатпен жазады деп бағалай білген екен. Ал жетім қозы бір қозыдан жасқан шақ. Көзінде оның тұрады ылғи жас мойшақ. Ол да бірге жүгіреді ауылға. Барлық қозы жүгіргенде аттансап деген өлеңінен ешқашан болмаған адамның өмірін төрт түлік малдың тіршілігімен астастырып көрсетеді. Енді бағалау сатысына келіп жеттік. Сіздерге мынандай тапсырма бергім келіпті. Интервью берсеңіздер, интервью алсаңыздар бір-бірлеріңіздер, біреуіңіз жүргізуші болып, біреуіңіз қонаққа келген қатысушы қылып па, енді ол өз еріктеріңізде. Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Кім жауап береді? Қол көтерсеңіздер, өзара шешкен шығарсыздар. Белгі беріп қойсаңыздар, қол көтеріп. Айсұлуды көріп тұрмын, және Самал Дәркенді көріп тұрмын. Ендеше сөз кезегі сіздерде, филологсыздар, сөз саптауларыңызға мән берсеңіздер, бүгінгі сабақты бағалайсыздар. Біз сіздерге де кері байланыс береміз. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет, барлықтарыңызға кеш жарық деймін. Бүгін біздің Таңшолпан бағдарламасында біз қонақ ретінде Қарағанды мемлекеттік университетінің КФ31 тобының Тұрсын Айсұлу деген үздік студентін студиямызға шақырып отырмыз. Және Айсұлуға бір-екі сұрақтарымызды қоя кететін болсақ, бірінші сұрағым, осы айтылған ақындардың арасында сіздің өзіңіздің жүрегіңізге жақын деп білетін бір-екі ақынға тоқтала кететін болсаңыз, өзіңіздің ойыңызбен. Өзіме ұнайтын, өзімнің жүрегіме жақын, сұрақты дұрыс түсінсем. Енді бұл 30-60 жылдарда көптеген ақындар өзінің жаңалықтарымен қазақ әдебиетіне енді ғой. Бірақ осы ақындардың ішінде ең өзіме жақын ретінде мен Фариза Оңғарсынованы алар едім. Неге десеңіз, себебі бұл кісінің өлеңдерінің негізгі тақырыбы әйел тақырыбы, яғни әйелдерді қорғау, яғни әйелдердің барлығын жан-жақты сипат тапсыралы. Рахмет жауабыңызға. Және екінші сұрағым, кеңес үкіметі 90 жылдардағы поэзияға қандай кедергі тудырып, қалай аяқтан шалып отырды деп ойлайсыз? Қай жағынан кедергі жасап қалды? Қандай әсер кеңестік жүйе? Кедергісін? Қазақ поэзиясы
басқа табынушылықпен қатар, ол басқа елдермен қатар, жеке басқа табынушылықпен қатар қазақ лирикасы өзінің табиғи дамуына жол аша алмады. Үшіншіден, заман мен қоғам ағымына байланысты бұл кезеңде үгіт жалаң, үгіт насихаттық поэзияға адам жанының лирикадағы осындай қолайсыз жағдайларға байланысты 20-шы ғасырдың 30-шы 60-шы жылдарындағы қазақ поэзиясының дамуына кедергілер келтірілді. Жақсы, рахмет. Тағы да мен сіздің өзіңіздің субъектілік көзқарасыңызды білгім келіп тұр. Ақынның сізге шығармашылығында шамалы бір жаңағындай өзіңізге ұнамайтын тұстары бар. Мысалы, мына ақын осылай жырлайды, солсын мен шамалы ұнамайды деген секілді. Енді мен ондай ақындарды мына өлең ұнамайды, мына шығармасы ұнамайды деп. Осы тақырыпты қозғағаны... Жоқ, ондай айтуға мен ондай пікір айта алмаймын. Себебі ол әр ақынның өзіндік даралығы, өзіндік қолтаңбасы бар. Яғни ол қай шығармасын жазбасын, өзіндік бір стильмен, өзіндік бір жаңалығымен жазады. Және оларды бір-бірімен салыстыруға да келмейді. Яғни мына ақын, мысалы Фариза ақынды Мұхтар ақыннан бір саты төмен тұр деп біз айта алмаймыз ғой, мысалы. Ол ақындардың барлығы өзінің жеке даралығымен ерекшеленіп тұрады. Сондықтан да мен ол ақындардың ешқайсысын бөліп жармаймын. Барлығын бірдей оқуға тырысамын. Рахмет. Рахмет Айсұлу, берген сұхбатыңызға, сұрақтарыма қанағаттандым мен сіздің берген жауаптарыңызбен. Және сіздерге де рахмет, осындай бағдарламаға шақырып, маған сұрақ қойып, мен де сіздер қойған сұрақтар арқылы өз білімімді, өзімнің білетінімді тағы да бір қорытып, жүйелеп алдым. Сол үшін де сіздерге рахмет. Оқашық, сізге рахмет. Көп рахмет. Және осы бізді көріп тыңдап отқан көрермендер өздерде бір қанағаттанып, білмеген жақтарын біліп, және де өз ойларын толықтырды деген ойдамын. Жақсы, көп рахмет. Ал кері байланыс. Құрметті Кайф 31-дің бүгінгі сұхбатқа қатыспаған, бірақ көрермен болып қатысқан сүйкімді қыздары. Кері байланыс берейікші. Айсұлу қалай жауап берді, Самал қалай жауап берді? Өте берерім ол, жалпы жастарға берерім ол екенін біз бұрыннан білеміз. Бүгінгі өткен тақырыптарыңыз, қозғалған тақырыптарыңыз өте өзекті мәселелердің бірі. Әсіресе көрермен көзайымына айналған ақындарымыз, жырлары жүрекке жеткен, соның ішінде құрметті қонағымыз Айсұлу ханымның берген жауаптары бізді жаңағы ойландырып қойды десек те болады. Яғни ақындардың өлеңдеріне бір баға бергеніңіз жаңағы сізден де жеке оқырман ретінде әрине сын болады деген сияқты. Жақсы, рахмет. Тағы да кері байланыс берем деушілер бар ма? Жоқ па? Ендеше мен айтып өтейін. Құрметті қыз балалар, Самал және Айсұлу, сіздерге көп рахмет. Шында да сабақты бір шолып қайталап өттіңіздер, ой елегінен өткіздіңіздер, саты-сатысымен қойып бердіңіздер. Алғыс білдіремін. Енді ұсынысым Самал сізге, сіз сондай бір сүйкімді жүргізуші екенсіз, қолыңыздан келеді деген ойдамын. Енді сізге ұсыныс, сіз мына жерде отқан деп сөз қолдандыңыз, отырған, әдеби тіл нормаларын сақтап сөйлеген көп дұрыс болатын шығар. Және Самал, сіз сүйкімді өзіңіздің атыңызды атап өтпедіңіз. Журналист бағдарламаны кім жүргізгенін білмей қалдық. Сол жағын ескерсеңіз, келесі жолы. Сол жағын ескеріңіз. Жақсы. Айсұлу, сізге көп рахмет. Екеулеріңізге тағы да ұсыныс, уақытты тиімді пайдалануға тырысыңыздар. Сөйлеген кезде, сұрақ қойған кезде стильдік қателердің болмауына, бір сөздің қайта-қайта қайталанып кетпеуіне мән берсеңіздер деген ойым бар. Ендеше сабағымызды қорытындыламас бұрын поэзияға үңілсек, поэзиядан рухани ләззат алсақ, кім өлең оқимын дейді. Көп емес, қысқа ғана жетеді. Ендеше құрметті студенттер, алдарыңызда Самал Дәркен, болашақ филология ғылымдарының докторы.
Қаншама монографиялық еңбектердің авторы болуды жоспарлап отыр. Қарсы алыңыздар. Фариза Оңғарсыновадан өлең оқимын дейді. Фариза Оңғарсынова, жоғалған махаббат. Арманым сен едің, ардағым сен едің. Өзіңсіз өмірім көңілсіз деп едім. Көрмесем жабығып, сарғайып сағынып, өзіңмен бір еді бал арман бір үміт. Күндер ай сағынған жалындаған, еркіңе бағынған бағынбаған. Жоқ бүгін махаббат арманымда, шынымен жоғалтып алғаным ба. Рахмет, Самал. Көп рахмет. Енді мен де бір өлең жолдарын оқиын. Фариза Оңғарсынова, жұмақ. Бар дейді, бір керім жер жұмақ деген. Әркімнен қайды өзі деп сұрап келем. Таба алмай жүрмін әлі бар білгенім. Әйтеуір сол жұмағың жарық мекен. Шарладым талай елдің тайпаларын, сонда да үміт түзбей айғарадым. Біреулер Америка жұмақ дейді, болғанмын бірақ соны байқамадым. Жұмағың толы дейді бар асылға, Ла-Манш бұғазының жағасында Бозторғай қой үстінде жұмыртқалап жатыр ғой, дейтіндерге нанасың ба? Жұмаққа барғандардың байрасыл ма? Жүрме әлде қаралар да арасында, жер басқан тірлігіңді көре алмастар, ол жақта айнала ма жанашырға? Сонымен лекциямызды қорытындылайық. Сонымен не өттік, не топшыладық, не... Бүгін біз ақындардың қандай жаңашыл жақтарын көрдік. Және мысалы мынандай тағы бір ерекшелік болды. Кейінгі 30 жылда 100 кітап басылып шықты деген мен үшін бір жаңа не болды. 300. Жаңалық. 300. Ондай. 300 кітап басылып шыққаны мен үшін бір жаңашылдық. Бұл кезеңнің ерекшелігі ретінде жаңа айтып кеткеніміздей, бұл кезеңде көптеген еңбектер жарыққа шықты, және де түрлі жаңағы формалар мен образдардың пайда болған күрделі кезеңі болды. Сондай-ақ лиризм, ойшылдық және психологизмнің ұштаса көрінуі де осы кезеңнің поэзиясына тән болып табылады. Біз енді көптеген ғалымдардың поэзияларына тоқталдық. Әрқайсысының поэзияларына, ол кісілер туралы айтқан пікірлеріне, айтқан тоқталып кеткен пікірлеріне болды. Бүгінгі лекция сіздерге ұнады ма? Кімде қандай ой? Не жаңалық? Апай, өте қатты ұнады. Себебі лекцияда тек қана лектор сөйлемей, бізбен тікелей қарым-қатынас жасап отырды. Яғни біздің де пікірімізбен бір-бірімізден пікір алысып, осы сабақты қорытындылап өткіздік. Яғни лекция бойы өткен тақырыпты пікір алмасу арқылы өткіздік. Жақсы, көп рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Чатқа саламын материалды. Қайтадан танысасыздар, зерттеу еңбектерін қарайсыздар. Дәріске қатысқандарыңызға көп рахмет. Жақсы, көп рахмет қыздар. Не сендер жақсы көресіңдер? Жақсы, апай. Сізге де рахмет, ахат. Сенің дауысың ұнады, жағымды дауыс екен. Асықпай, баппен, сабырмен сөйлейді екенсің. Тыңдай бергің келеді сені. Қыстырма сөздер жоқ, орыс сөздері жоқ. Педагог екенің білініп тұр, мектепте жұмыс істегенің білініп тұр, балалармен жұмыс істей алатының байқалып тұр. Біреудің айтқанын қайталамаймыз дегеніңнен ақ ана баланың не айтатынын алдын ала біліп қойдың да, не айтатынын, ескертулерің орынды, ұсыныстарың орынды, жаңа скрин жасап отырыңдар деген. Сенің ана дәріс сабағының басында мақсат болды ма? Болды. Дәрістің мақсаты. Қандай мақсат қойып едің? 20 ғасырдың басындағы поэзияға зерделеу, тоқталу, ғалымдардың еңбегін шолу, түр форма жағынан
талдау жасау сондай болды. Өлеңдерін талдау деген сияқты. Мгм. Осы тақырып бойынша сен балаларға білім бердің бе, нәтижесі? Сабақтың мақсаты, содан кейін дәрістің нәтижелері деген бар ғой. Иә. Деп ойлайсың балалар? Мен енді сол мақсатқа қарай жұмыс істедім деп ойлаймын өзім. Мгм. Мақсатты аштым деп ойлаймын. Мақсатты ашайын ба? Керек па мақсат? Аша ғой. Енді көрінді, енді мақсатын аша ғой. Поэзия өкілдерінің шығармашылығына тоқталдым. Поэтикалық форма, образ, бейнелеу құралының ерекшеліктері, поэзиядағы жаңалықтарды зерделеу деппін. Айтылды деп ойлаймын. Балалар, студенттерге көбірек ой салу мақсаты тұру керек пе? Сенің дәрісіңнен кейін балалар ізденуге бет бұру керек, ізденуге. Сенің дәрісіңнен кейін мысалы Жұмекен Нәжімеденовтың, Тұманбай Молдағалиевтің және Мұхтар Шахановтың, Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына қатысты ізденіс жұмыстарын жүргізу, сабақтарына қатысу керек, салыстыру керек, сосын рефлексия жасау керек. Осы сабағыңды өткіздің ғой, рефлексия жазып қой. Көңілің толды ма, толмады ма, қай әдісті қолданған дұрыс еді. Сонда келесі сабағың жақсы өтеді. Келесі сабағыңды өткізер кезде осы қарайсың да, қандай кемшіліктер жіберілді. Рефлексия. Сосын көбірек қатысқанын қалау керек. Егер сабақ өткізсең, ағайлардың, апайлардың қатысқанын сұра. Ол саған пайдалы болады. Сені сынамайды, сені қолдайды, саған ақыл айтады, оның бәрі сен үшін пайда. Балаға қамқорлық жасауымыз керек, балаға үйретуіміз керек, иә? Солай ғой, бұл менің алдымдағы студент, ол болашақ студентті дайындайтын маман ғой, көрме. Солай ғой. Иә. Сол кеңесіңізге рахмет. Біраз ой түйіп алдым.